Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін хачапури тартылған еттен дайындаймыз. Бізге керегі айран және ертілген сары май, жұмыртқа, ашытқы, тұз және ұн қажет. Ең алдымен айранымызды құямыз. Және ертілген сары майымыз. Оның үстіне жұмыртқа. Жақсылап араластырамыз. Және тұз бен ашытқымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Аз-аздан қоса отыра ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап билейміз. Және бетін 1 сағатқа жылы жерге қойып жауып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет, сиыр еті, кез келген етті қоссаңыздар болады. Тұз бен бұрыш және пиязымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және ірімшігімізді үккіштен өткізіп қоямыз. Дайын болған қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Қолымызбен илеп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін шетке ала тұрамыз. Және екінші бөлігін сопақшалау қылып жаямыз. Салмасын саламыз. Салмасын салып, ортасын жауамыз. Және келесі бетіне аударып, ортасын пышақпен кесіп шығамыз. Міне осылай етіп кесеміз, және ортасына ірімшігімізді саламыз. Бетіне сары уысымызды жағып, 180 градус қызып тұрған пешімізге 30 минутқа қойып аламыз. Біздің хачапурийіміз дайын. Кешкі ас ретінде қолдансаңыздар болады. Дәмі өте керемет, жасап көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.